Сәлем достар, тәтті тоқаш рецептімен бөлісетін боламын. Жасап көруге кеңес беремін. Жұмсақ болып шығады және жақсы көтеріледі. Бізге керектігі сүт, ертілген сары май, 2 жұмыртқа. Бір жұмыртқаның сарысын алып қойдым. Тоқашымыздың бетін жағуға. Қажетті мөлшерде қантымызды қосып, дрожжімізді қосып, яғни аштығымызды қосып, ұнымызды салып, шетінен қамыр илейміз. Ұнымызды бірден бәрін салмаған дұрыс. Шетінен керекті мөлшерде ғана салып, жұмсақ қылып қамырымызды илегеніміз дұрыс. Ұн көп салынып кетсе, қамырымыз қатты болып көтерілмей қалуы да мүмкін. Міне осындай жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымыздың иін қандырып, илеп 30-40 минутқа бетін жауып көтерілгенше күтеміз. Көтерілген қамырымызды оқтаумен дөңгелектеп жайып алып, үстіне майымызды сеуіп, өздеріңіздің салмаларыңызды салып, әркім қалағанша салып, мен қант пен мак қана қостым, сондықтан сіздер басқа да заттар салсаңыздар болады. Және қамырымызды екі бетін жауып, ұзыншақ бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген қамырымызды міне екі жағынан бұрап, мен осындай пішінге келтіріп жасадым. Әркім өздеріңіз қалағанша жасасаңыздар болады. Міне осындай барлық болашақ тоқаштарымызды міне осылай жасаған болатынмын. Енді осы тоқашымыздың бетіне сары майымызды жағып, 200 градуста 30 минутқа қоямыз пешімізге. Әркімнің пешінің пісіруіне байланысты. Міне осындай қамырымыз, жасалған қамырымыздан тәтті тоқашымыз келді. Ас болсын, тіркеліп кетіңіздер.